Сәлем достар, сіздермен бірге үздік педагог каналы. Бүгінгі сабақта мәтінді қалай аудиоға айналдыруға болатынын үйрететін боламын. Назарларыңызға Наракит бағдарламасын ұсынып отырмын. Google'дың іздеу жолағына narakit.com деп жазасыздар, сол кезде осы бет шығады. Бұл сіздерге ағылшын немесе орыс тілінде көрінуі мүмкін. Ол үшін тышқан сілтемесінің оң жағын басып, перевести на қазақ тілін таңдап, бетіңізді қазақ тіліне аударып аласыз. Бұл бағдарлама не үшін керек? Кез келген мәтінді аудио нұсқаға айналдыруға болады. Тіпті презентацияларды видеоға да айналдыруға мүмкіндік туғызатын керемет бағдарлама. Ақылы, бірақ тегін нұсқасында тіркеле отырып пайдалануларыңызға әбден болады. Жоғары жағында өздеріңіз көріп отырғандай, құрылғылар деген батырма тұр. Сол құрылғылар деген батырманы басу арқылы жұмысыңызды жүргізе бересіз. Қазір мен сіздердің назарларыңызға мәтінді аудиоға айналдыру нұсқасын көрсетемін. Бұл жерде тіпті бейнені PowerPoint-ті бейнеге айналдыруға болады. Бейне деген бұл жерде видео. Мінекей жоғары жақта шықты. Қазақ тіліне аудару мүмкіндігіңіз бар. Мәтінді аудиоға қалай айналдыруға болады? Бірінші тіл таңдап аласыз. Одан кейін сізге қандай дауыс ұнайды? Сол дауысты таңдайсыз. Мәселен, Беріктікі ма, Фархаттікі ма? Мәселен, біз Берікті таңдайық. Және де сценарий деген жерге мәтінді жазасыз, бірақ оған дейін баптауларды өзгертіп алуға болады. Стандарт үлгісін деген сияқты. Сценарийға жазамыз. Мысалы, бүгін менің туған күнім. 10 жасқа толамын. Келемін, е? Кешке қонақтар келеді үйге деп. Және анам бағалы сыйлық сыйлады десек те болады. Кез келген диктантты дәл осылай алуға болады. Дайын файлдарды жүктеп қойсаңыздар болады. Яғни аудио жасауды басамыз. Аудио құрастырылып жатыр. Соңынан жүктеу деген батырма шығады. Сол жүктеу деген батырманы басып, жүктеп аласыздар. Бар болғаны осы ғана, бірақ жүктемес бұрын аудионы тыңдап алғандарыңыз жөн. Бүгін менің туған күнім. 10 жасқа толдым. Кешке үйге қонақтар келеді. Анам бағалы сыйлық сыйлады. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кездескенше.